Все, осы нормально сияқты. Подвис шай мен подкасттың екінші тақырыбына қош келдің. Бүгін біз бірінші тақырыпты жалғастыратын боламыз. Ауру дегенне, жалпы ауру не үшін пайда болады біздің ағзамызда, қандай себептері бар, бәрін соны айтып беретін болам. Лайк басуды ұмытпа. Әр 200 лайк басылғаннан подкаст шығып отырады. Сол себепті сенің каналға тигізетін үлесің өте көп. Қаршы кеттік. Туылғаннан екінші курсқа дейін, 10-шы курсқа дейін, қай курсқа келсең де сен ауру деген сөзді көп естідің, ауру деп ше. Енді подфизде бізде ауру бар, одан кейін патологиялық процесс бар. Көп айтады патологиялық процесс и патологиялық реакция, одан кейін ауру. Осыны талдап алайық. Патологиялық процесс деген бұл любой ауруда болады. Түсіндің ғой? Мысалы қабыну, аллергия, гипоксия, эмболия, мысалы бұл патологиялық процесс. Яғни қараш, қолымды ұрып алдым, бұл жерде қабыну болып жатыр. Тісіме шірік түсті, бактерия бұл жерде қабыну болып жатыр. Өкпемде бактерия түсті, или вирус бұл жерде қабыну болып жатыр. Түсіндің ғой? Патологиялық процесс бәр жерде бір кетіп жатыр. Мына жерде де қабыну, мына жерде де қабынушы. Бірақ қолымды, буынымды ұрып алсам мен оны артрит деймін. Тісіме шірік түсіп кетсе, мысалы кариес деймін. Көп стоматологиялық процесстер ары қарай. Өкпеге бактерия түсетін болса, пневмония дейміз, альвеолаға. Бронхқа бактерия түсетін болса, бронхит дейміз. Архит, мысалы эндометрит, көрдің ба? Итпен аяқталады. Қабыну деген аурулар әртүрлі, бірақ патологиялық процесс бірдей. Ал патологиялық реакция деген не? Нормалық реакция деген не? Мысалы, мына жарық қосып тұрмын, менің қарашығым осы жарыққа реагент етеді. Мысалы, суыққа шықтым, тамырларым суықта менің жиырылады, бірақ патологиялық реакция болса, суықта жиырылмай босаңсып кетеді. Түсінесің ғой да, осындай процесстер патологиялық реакция дейміз. Ал ауру деген осы патологиялық процесстердің жиынтығынан тұратын адамның ағзасының жаңа жағдайы. Новое состояние дейді ғой. Мысалы, мен қазір норма, шүкір отырмын. Ауру болса, жаңа состояниеға кіріп кетемін. Ауру кезде біздің қорғаныштық механизмдеріміздің деңгейі құлайды. Түсін. Аурудың жазылуы ауру басталған күннен басталады. Оны қалай түсінесің? Яғни ауру басталды, мысалы жөтелдім, ағза сол минуттан бастап өзінің қорғаныштық реакцияларын құрады. Жаңа патологиялық процесс бұл ағзаның қорғаныштық реакциялары, басымның аллергия, қабыну. Қара, қабыну патологиялық процесс қай жерде болса да оны бірдей процесстер алып келеді. Себебі әртүрлі болуы мүмкін да, но стадиялары бірдей болады. Мысалы, қабынуды вирусты алып келеді. Удар алсаң да қабыну болады, күн өтсе де қабыну болып кетуі мүмкін, ине тығып алсаң да қабыну болуы мүмкін, аяғын қайырып алсаң да қабыну болады, бірақ қабыну 3 сатыдан өтеді: альтерация, эксудация, пролиферация. Түсіндің ғой? Патологиялық процесске бәрібір, и жануарларда да сол қабыну, адамдарда да сол қабыну болады. Түсіндің, жануарларға зерттеу жасаймыз дедік қой подфизде, но жаңағы адамның көп ауруларын жануарларда көрсете алмаймыз, моделдерді ете алмай қаламыз. Мысалы, шизофрения, олигофрения, мысалы, алкоголизмнің сатыларын, мысалы, ағзаны, миын қалай бұзады деген сияқты, или асқазан рактарын біз жануарларда көрсете алмауымыз мүмкін, себебі жануарлар көп ауыра бермейді ондай аурумен ше. Вот. Ауру, түсіндің ғой? Сау дегенді кеше айттым, физикалық, биологиялық және де моральный, психикалық дені сау адам. Физикалыққа еш жері ауырмайды, қолы бәрі ұстап тұр. Моральныйға ешқандай стресс проблемасы жоқ. Әлеуметтікті де кіргіземіз, жұмысы бар, ақшасы бар деген сияқты. Ал мысалы биологиялық дегеніміз бұл ішкі ағзалардың құрылысы. Мысалы, жүректің құрылысы қалай, өкпенің құрылысы қалай. Физикалық, биологиялық, моральный, әлеуметтік жағдайы дұрыс болса, оны біз сау адам деп айтамыз. Ал ауру адам осының біреуі жоғалып кетсе, және ағзаның жаңа жағдайы, қорғаныштық реакциялар түсетін. Ауру шығу тегіне байланысты туа пайда болған аурулар болады, және де жүре пайда болған аурулар болады. Давай ақырын осыны түсіндірейінші ауруды. Туа пайда болған аурулардың өзі жаңағы генетикалық аурулар, дамудың туа пайда болған ақаулары осылай туылады. Или мысалы түсік тастау уже кетті. Генетикалық аурулар хромосомалық гендік болып бөлінеді. Дамудың туа пайда болған ақаулықтары жаңа бір қолы жоқ, екі аяғы жоқ, бір құлағы жоқ деген сияқты ДТБ деп генетика молектеп өтесін. Бұл туа пайда болады, бала туылды, солай туылады. Жүре пайда болған аурулардың өзі тағы екіге бөлінеді: инфекциялық, инфекциялық емес аурулар. Инфекциялыққа бактерия, вирус, приондар, саңырауқұлақтар,
микроағзалар, жаңағы неше түрлі саңырауқұлақ көп қой да. Микроағзалар осылар бізде жүре пайда болады, бірақ инфекциялық аурудың ерекшелігі бар. Кезеңділігі басқаша болады. Өзінің бір кезеңділігімен өтеді. Оның бір этиологиясы бактерия болмаса, инфекциялық ауру болмайды, вирус болмаса. Одан кейін бактериаль инфекционный емес аурулар болады. Оның іші де бөлініп кетеді. Соматикалық аурулар, ішкі ағзалар, психикалық аурулар, мидың аурулары, опорно-двигательный системаның аурулары көп. Вот. Осылай бөлдік, яғни аурудың шығу тегіне байланысты бөлдік. Аурудың кезеңіне байланысты бөле аламызшы. Жеделдеу, созылмалы. Жедел 1 күн, 4 күн, 14 күн көлемінде. 1 күн мен 4 күннің арасында да аурудың басталу кезеңі бар, жеделден алдын. Жеделдеу 14 күннен 40 күн. Созылмалы ол 40 күннен жоғары немесе жылдар. Бұл аурудың жүру уақыты бойынша. Ауру локализациясы бойынша бөлінеді. Қолдың, аяқтың, жүректің, бауырдың, бүйректің және жүйелер бойынша бөлінеді. Нервный системаның, қан айналымының, ананың, мынаның 8 жүйенің аурулары. Түсінесің, аурудың түрлері бойынша. Вот. Түсіндің ғой? Ауру осындай негізгі жіктеледі. Тағы жіктеулері бар, мүмкін мен ұмытып кеттім, комментарияға жазып отырайық. Қосып, подкаст айтқаннан кейін есімнен шығып кетуі мүмкін. Маған ойыма не келеді, соның бәрін айтып беремін осыған. Ауру басталады, ауру қызады, ауру тоқтайды. Басталады, қызады, ауру айығады. Басталу кезеңінің өзі аурудың ешқандай клиника бермеуі, одан кейін продромальный кезең. Аурудың клиникалық бермейтін кезеңдері, мысалы, көшеге шықтың суыққа, 1 күн жүрдің, но ертесі күн жөтеліп бастадың. Бірінші симптомдар, продром деген, түсінің ғой, продром деген аурудың алғашқы белгілері, яғни басталып келе жатқан. Латентный дейді, латентный жаңа біз белгілерін көрмейміз. Инкубационный дейді, бактериальный ауруларда инкубация жасырын болады, кейін продром деген бірінші белгілер көріне бастауы. Одан аурудың өршу кезеңі. Өршиді ауру, өршиді. Одан кейін ауру жазылады, немесе өледі. Жазылуының да түрлері бар. Толықтай жазылу, немесе рецидивке кету. Толықтай жазылу, уже все, адам толықтай жазылып кетті. Рецидив деген ауру ағзадан уақытша жоғалады. Түсіндің ғой? Созылмалы ауру деген бар. Аурудың белгілері ағзада қалады ұзақ жылдар бойы. Ал рецидив деген ауру ағзадан уақытша жоғалып кетеді. Мысалы, псориаз бар еді, 10 жылға рецидивке кетті, жоғалды. Ал мысалы панкреатит ол созылмалы болып жүре береді, симптомдарын күнде береді, түсіндің, сондай сатылар бар. Вот. Ауру деп диагноз қоюымыз үшін біз 3 белгіге анықтаймыз. Субъективті, субъекция. Адам саған айтады, қуаныш, дәрігер, менің мұрным ауырып тұр, менің қолым ауырып тұр. Субъективті саған шағымдарын береді. Екіншісі сен объекция, объективті сен өзің қарайсың. Шынымен ба, қалай, ары бері. Зерттейсің бұл жерде, ұстап көресің, пальпация, перкуссия жасап көресің, аускультация тыңдап көресің. Одан кейін анализдер. Шынымен сенің объективті көзқарасыңды дәлелдеп береді бұл анализдерді қою арқылы. Ауру осындай үлкен кезеңдерден тұрады. Ауру жыныс бойынша, жас бойынша, нәсіл бойынша тұқым қуалайды, климат бойынша тұқым қуалауы мүмкін. Мысалы, Қазақстан эндемиялық зоптың аймағы, Европада ондай жоқ. Біздің орталық Азияда туберкулез Америкадан қарағанда өте көп деген сияқты ғой. Жыныс қыздар көп ауыратын аурулар бар, ұлдар көп ауыратын аурулар бар. Қыздар ауыратын, ұлдар ауырмайтын аурулар бар. Түсіндің ғой? Жас, бала кезде көп көрініс беретін аурулар бар, орта жаста, кәрі кезде көрінетін аурулар бар. Аурудың осындай локализациялары баршы, смел қорқпай айта беру керексің. По понятиям айтасың, бәрі дұрыс болады. Вот. Енді қара. Подтверждение үшін керек. Адамның жағы ісіп тұр, немесе қолы ісіп тұр, немесе ерні ісіп тұр. Түсіндің ғой? Давай жағы ісіп тұр деген нені алайық. Мысалда адамның жағы ісіп тұр. Ол жерде 3 патологиялық процесс болуы мүмкін. Біріншісі қабыну, екіншісі аллергия, үшіншісі рак. Аллергия болып тұр, бірақ сен қабынуға қарсы дәрі бердің, онау кетпейді. Қабыну болып тұр, бірақ аллергияға қарсы дәрі бердің, мына жер кетпейді. Рак болып тұр, бірақ сен аллергиямен кетпейді. Түсіндің ғой? Сен четко себебін білмей тұрсың, ісіп тұр, ісіп кетті. Себебін білмей тұрсың, сосын сен қарайсың, зерттейсің, анализдерді көресің, қабыну болса, қабынуға қарсы дәрі бересің, адамың емделеді. Хорошо. Емдеудің түрлері этиологиялық ем, патогенетикалық ем, симптомдық ем деп бөлінеді. Этиология деген, мысалы,
бактерия түсіп тұр, бактерияны жоясын, бұл этиологиялық ем антибиотикпен. Мысалы адамның алқаш болуының себебі ол әйелі болса, мысалы нервына тие беретін, ол мүмкін әйелімен ажырасса, этиологияны алды, кейін ол қоюы мүмкін, сондай сияқты себепті анықтайсың. Патогенетикалық деген себеп білмеген кезде жаңағыдай бұл жерде қандай патологиялық процесс кетіп жатыр. Процесс табасында сон патогенезбен емдейсің. Қабын болса қабын тоқтатасың, аллергия болса аллергияны тоқтатасың, тромбоз болса тромбтарын тоқтатасың деген сияқты. Симптомдық деген сен науқастың жағдайын жақсарту үшін ғана қолданады. Мысалы қысып жөтел болып тұр, жөтелге қарсы, температура шығып тұр, температураға қарсы, түсіндің ғой, осындай кезеңде тұрады. Ауру толық айығып кетеді. Айығып кетуде, мысалы айығып кету үшін ағза өзінің қорғаныштық реакцияларын қосады. Қорғаныштық реакциялар екіге бөлінеді: тез әсер ететін и созылмалы ұзақ әсер ететін қорғаныштық реакциялар. Тез әсер ететін, мысалы мен сені бүйтіп қалсам, мысалы адам бүйтіп қорғанып қалады да, или ұрайын десем, ол да мен ұруға тырысады, ісініп бастайды былайша. Себебі адреналин бөлінеді сразу неден, бүйрек үсті безінің миялы қабатынан. Давлениені көтеріп жібереді глюкокортикостероидтарды бөліп, қыртысты қабатынан. АПФ-ті активтеу ангетензин айналдырушы ферментті активтеу арқылы. Созылмалыларға мысалы шрам ол кейін жазылады. Мысалы кесіп алдың, кейін ол өсіп шығады деген сияқты. Пролиферация дегендер бұлар ұзақ уақыт ағзаның қорғаныштық әсер болып табылады. Ауру деген по сути осылай. Өлім бар. Өлім деген уже ағза күреседі. Өлімнің өзі клиникалық, биологиялық өлім болып бөлінеді. Клиникалық өлім деген адамды шығара аламыз, сердечно-легочный реанимациямен, тынысы, есі, пульсы болмайды. Ал биологиялық өлім уже өлімдік белгілер, өлімдік дақтар, мысықтың зрачогындай зрачок, денесі қатайып, суық басып, полностью трубные пятна дейді. Сондай болады, оны уже қайтара алмайсың. Клиникалық өлімде адам болып оны қайтарсаң, мысалы ағзада жиналып қалған бос радикалдар, анаэробный глюколизден шыққан қышқылдық заттар миды ұрып, энцефалопатия болуы мүмкін. Вот. По сути, түсіндің ғой да? Резистенттілік, ағзаның қорғаныштық күші, иммунитет, мысалы жас балалар көп ауыруы мүмкін, мысалы 20-дан асқан адам ауыра бермеуі мүмкін, себебі уже ағзасы қалыптасып тастады. Т лимфоцитін жинап алды барлығына атака ретінде. Толеранттылық бар, мысалы орыстар, христиан дінін ұстанатындар қыста шығып мұздай суға кіріп шыға салады, ештеңе етпей қалады. Ал мысалы мен кірсем, ертесі күн пневмония болуы мүмкін. Себебі олар ағзасын закалять еткен, соған дайындалған. И толерантность дамығанда ағза шыдайды. Осындай нелер бар. Патологиялық процесс, патологиялық реакция, ауру, түсіндің ғой, ненің не екенін. Аурудың локализация бойынша бөлдік. Туа пайда болған гендік хромосома, хромосоманың ішінде, геннің ішінде, геннің өзі моногенді, полигенді болып бөлінеді. Хромосоманың өзі аутосомды, гонозомды, жынысталды, жынысталамайтын болып бөлінеді. Біздің мақсатымыз осы аурудың алдын алу, ауруды емдеу, аурудың асқынуын емдеу. Түсінуің керек рецидивпен созылмалының ерекшелігін. Осылай ақырын үйренеміз. Подкаст пайдалы болған болса, досыңа жіберіп қой. Ақырын мен саған медицина үйретіп шығайыншы. Шай мен подфиз. Келесі кездескенше. Давай.